егер бүгін біреулер бүгін Қазақстан азаматтары болсын, басқа елдерден келген адамдар болсын, немесе біздің өзіміздің қазақтарымыз болсын, қазақша сөйлей алмаса, білмесе, оларды ұрсып, артынан жүріп, оларды бойкот жариялап, оларға мәжбүрлеп қазақша сөйле дегеніңіз дұрыс емес. Оның басқа амалдары бар. Осы заманға сай басқа бір әдемі жолдар бар. Соны сіздерге айтып берейін дедім. Ең алдымен адамды қазақ тілге жақындату үшін өзіңіз ішіңізден таза, әдемі, ақпейілді адам болуың керексіз. Күлімсіреп, жақсы сөздер арқылы, жақсы ниет, таза ниет арқылы оларды осы жолға шақыруыңыз керек. Мысалы, сіздер бірге өнеркәсіп ашасыздар ма, немесе өзіңіз бір кәсіпкерлікті ашып, қазақ тілді жариялау үшін үйретуге көмектесу үшін курстар ашасыздар ма, кітаптар шығарасыздар ма, немесе ғылыми зерттеу жасайсыңдар ма қазақ тілі үшін. Осындай бір видеоларды шығарып оларға үйретесіңдер ме. Қазақ тілі тарихы мысалы үлкен, өте үлкен тақырып. Осыларды бәрін сондай күлімсіреп, мейірімді, рахымды жолдар арқылы үйрету керек. Әйтпесе бұл дөрекі жағдайда, мысалы дөрекі түрмен, әсіресе бір комментарияларда, мысалы балағат сөздер кездеседі кейде, сондай бір жаман ниетпен ұрсып, сұсты болып оларға ызаланып айтсаңыз, ол ешқашанда дұрыс болмайды. Тіпті басқа ұлттарды былай қойып, қазақтарды ұнатпайды оны, тіпті қашып жатыр елден көп қазақтар, жастар оның ішінде. Сондықтан да әрқашан біз өзіміздің ата-бабаларымыз сияқты мейірімді, жүректеріміз жұмсақ, адал болу керекпіз. Сондықтан да бүгіннен бастап осындай бір бұрынғы заманнан қалған дөрекі мінезді қалтыру керек болды. Енді тек қана жақсы ниетпен, таза, ақпейілді ниетпен кез келген істі істеу керек.